Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су тіршілік көзі. Сабақтың мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Бағалау критерийі мәтіндерден стиль ерекшелігін анықтау және сөздерді лексикалық нормада қолдану. Бағалау өлшемдері тірек сөздерді суреттермен байланыстырып мәтін құрастыру, мәтіндегі ақпараттардың маңыздылығын түсіну, қажетті сөздерді орынды қолдану, мәтіннің стилін анықтау, стильдердің тілдік ерекшелігін көрсету. Балалар, төмендегі сөздер мен суреттерді байланыстырып, су тіршілік көзі тақырыбында мәтін құрастыр. Қажетті сөздер: бір тамшы су, адамзат, жаһандық мәселе, тіршілік. Қазақ тілінде стильдің ауызекі сөйлеу стилі, ресми стиль, ғылыми стиль, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі деген түрлері бар. Ауызекі сөйлеу стиліне келетін болсақ, балалар, ауызекі сөйлеу адамдардың тіл арқылы қарым-қатынас кезінде пайда болады. Ауызекі сөйлеу стилінің басты ерекшелігі сөйлеудің алдын ала дайындықсыз, тікелей қарым-қатынас жасау барысында жүзеге асатындығында. Ауызекі сөйлеу стиль түрін жазушылар әдебиетте кейіпкердің бейнесін ашып, мінезін таныту мақсатында да қолданыла алады екен. Сонымен, ауызекі сөйлеу стилінің қандай басты ерекшелігі бар? Кішкене ойланып отырыңыздар. Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, ауызекі сөйлеу стилінде қыстырма, қаратпа, одағай сөздер жиі қолданылады. Мысалы, айналайын-ау, судың да сұрауы бар ғой. Ауызекі сөйлеу стилінде көркемдегіш бейнелеуші тәсілдері қолданылады. Яғни, көркем әдеби құралдары теңеу, эпитет, гипербола, тағы басқалары. Мысалы, өгіздей біреу алдымнан шыға келді. Бұл сөйлемде өгіздей сөзі көркемдегіш бейнелеуші тәсіл арқылы қолданып тұр. Тағы бір ерекшелігі дауыс ырғағы, бет, пішін, қол қимылдар қосымша қызмет атқарады. Ауызекі сөйлеу стилінде жай сөйлем, яғни тұрлаусыз, сұраулы лепті сөйлемдер жиі кездеседі. Ауызекі сөйлеу стилінің ерекшелігін анықтауға бағытталған тапсырмалар. Балалар, төмендегі мәтінге назар салып, ауызекі сөйлеу стилінің қандай ерекшеліктері бар? Соған көңіл бөлейік. Ереке ауылда су тапшы болып тұр. Не дейді? Қашаннан? Бір ай болды. Бір ай болды? Айға қарап отырсыңдар ма? Ең болмаса ата-бабаларыңа ұқсап құдық қазбадыңдар ма? Қазу керек, одан басқа шара қалмады. Балалар, осы мәтінде ауызекі сөйлеу стилінің оқшау сөздер, мысалы, ереке, ауылда су тапшы болып тұр. Ереке деген қаратпа сөз, ал сөйлемдер айтылуына қарай сұраулы сөйлемдер келіп тұр. Және бұл жерде, балалар, интонация ерекше орын алады. Қазақ тіліндегі стильдің тағы бір түрі ресми стиль. Ресми қатынастар аясында қызмет етеді. Ресми стиль жеке адам, мекеменің, ұжымның атқаратын қызметіне байланысты пайда болатын жазбаша және ауызша қатынас құралы болып келеді екен. Ресми стильдің ең басты ерекшеліктері іс-әрекет ресми, ақпараттық, айқын, нақты болады. Логикалық шындыққа сай жазылады. Сөйлемдердің баяндауыштары тұжырымды, нақты болуы керек. Дая тіркестерді қолданамыз. Мәтін баяндау, хабарлау түрінде келеді екен. Ресми стильдің азаматтық қатынастарды реттеу, жеке адам өміріне қатысты, басқару, ұйымдастыруға қатысты бірнеше түрлері бар. Ресми стильдің ерекшелігін анықтауға бағытталған тапсырмалар. Балалар, төмендегі мәтінге назар аударып, ресми стильдің ерекшелігін
Анықтайық. Хабарландыру. Заңды тұлғалармен келісімшарт жасаудың тәртібі. Заңды тұлғаларға сумен жабдықтау немесе суды бұру қызметтерінен алған келісімшарт жасасу үшін Абай көшесі 103 үй Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына су техникалық инспекциясына хабарласу қажет. Телефон 37 44 51 207 кабинет Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының баспасөз қызметі. Балалар, осы мәтінге назар аударатын болсақ, мәтіннің баяндауыштары тұжырымды. Мұнда қыстырма, қаратпа, одағы сөздер жоқ, көркемдегіш тәсілдер мүлдем жоқ. Сөйлем баяндау түрінде келеді. Басты ерекшеліктері осы мәтінде көрініп тұр. Ал мына мәтінге назар аударайық. Қандай стиль екен кәнекей, ойланып көрейікші. Бірінші мәтін. Әрсен, сен әлем халқының тұщы суға деген сұранысы соңғы 50 жылда 3 есеге көбейгенін білесің бе? Естімеппін. Бұл ойланатын нәрсе. Сонда жер жүзінде су тапшылығы пайда болады екен ғой? Иә, сондықтан суды үнемдеу керек. Судың да сұрауы бар деген осы шығар. Су тіршілік көзі болып табылады, сондықтан су қадірін біліп үнемдеу керек. Дұрыс айтасың, Әрсен. Балалар, бұл сөйлемде қаратпа сөз тұр. Және айтылуына қарай сұраулы сөйлем. Мысалға, диалог барысында екінші адам естімеппін дейді. Бұл сөйлем жай сөйлемнің, балалар, қарайындаршы, толымды сөйлем бе, толымсыз сөйлем бе? Құрамдық ерекшелігіне қарай. Әрине толымсыз сөйлем. Айтылуына қарай лепті сөйлемдер де бар екен. Және бұл мәтіннің ішінде балалар мақал мәтелдер тұр. Олай болатын болса, бұл мәтін қандай стильде жазылған? Әрине, ауызекі сөйлеу стилінде. Келесі мәтінді оқып, қандай стильде жазылғанына назар аударамыз. Оқушылар, бұл мәтін әрине ресми стильде жазылған. Ең басты ресми стильге тән тілдік қолданыстар бар. Бұл ойдың тұжырымдылығы, мәтіннің жинақы құрылуы, баяндауыштардың ауыспалы осы шақта қолданылуы. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшеліктін салыстыра алдық.